кіруге аз қалды. Жақындап келатыр. Мына бөлменің кілем өзінде екен. Мына жерге суында әкеліп қойды. Коридор дейді. Коридорға шығар. Дәліз қазақша. Құрал-саймандар шашылып жатыр. Оған мән бермей қойыңыздар. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін 24 февраль 2024 жыл. Бүгін тағы да кішігірім видео түсірейін деп тұрмын. Алдында бір видеода көрсеттім ғой, туалет ваннаға ремонт жасалып болды дедім, бірақ азғантай істелмей қалған жұмыстары бар дедім ғой. Сол жұмыстарды жасады. Енді бұл видео сол туралы болады. YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналыма жазылып, қоңырауша басып отыруларыңызды сұраймын. Сосын комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар. Сонымен енді ең бірінші нәрсе, туалеттегі раковинаға краны қойылған жоқ еді. Краны қойылды, мынандай кран сатып алыпты. Краны қойылды, мынандай. Содан кейін канализациясыны жалғады, яғни кәрізді, қазақша айтқанда жалғады сифонын. Мына жерге суында әкеліп қойды. Мынау енді раковинаның жағдайы. Сосын туалетке де енді унитазға суын мынандай қылып жалғады, яғни бачогына су толатын қылып, мынандай суын жалғады. Енді мына жерде заттар, құрал-саймандар шашылып жатыр, оған мән бермей қойыңыздар. Сосын бұл жерде тағы да Аристоны қойылды. Аристоны мынандай, мынау шатаспасам 50 литрлік Аристон болу керек. Гарантиясы 5 жыл дейді. Silver Head дейді. Special Edition. Биостекло фарфор дейді. Форфор или фарфорова покрытие внутреннего бака. Яғни бактың ішкі несі, покрытиесі осындай. Биостекло фарфор. Гарантиясы 5 жыл, комплектующее производство Италия дейді. Яғни мына ненің комплектациясы, яғни бөлшектері Италиянікі дейді. Оптимальная мощность 1,5 киловатт. Не алдыңыз өз. Termex.com. Мынандай міне. Бұл да қойылды. Нелері жалғанды, мынандай қылып. Енді бұл жерге розеткасын қою керек. Сосын уже розеткасын тағып қоюға болады. Енді тағы да бір азғантай жұмыстар бар, содан кейін бір қосамыз оны. Мынау енді не? Мына жерде кір машина тұрады, соның фильтрі мынау. Бұл да қойылды. Қалған заттары қойылған жоқ, яғни нелері, жаңағыдай розетка, включатель дейді, ондайлары қойылған жоқ. Мынау жуынатын бөлменің заты қосулы тұр. Қосулы тұрған болғанда енді несі, терморегулятор мынандай қылып жалғанды, бірақ теплый пол, яғни жылы еден жасап тұрған жоқ, қосқан жоқпыз. Ана жақта автоматтан айырулы тұр. Қысқаша айтқанда енді осындай хабарлар, әлі істелетін жұмыстар бар. Сондықтан да бұл үйге әлі кіретін түріміз жоқ. Бірақ енді осы жыл қалай болғанда да кіреміз. Енді бұл жерде тағы да бір көрсететін нәрсе, енді біреулер мақтанып жатыр деп айтуым мүмкін. Мақтанып отырған жоқпыз, жай ғана үйге енді нелері алулы тұр.
Мынау залдың заты міне мынандай. Кілем дей ма, не алды, балас дей ма. Әйтеуір осындай бірдеңе жай атыны аяқтың астында жазатын. Бұның бағасын білмеймін, енді мен барған жоқпын, мен таңдаған жоқпын. Бағасы енді 300 мыңдай бар шығар. Жалпы ең арзанның бағасы осындай дейді ғой. Ең қымбаты миллионға дейін барады дейді. Енді осындай ең арзаны деп айтуға болады. Осындай кілем. Басқа бөлмелерге де заттар алынған, яғни жерге төсейтін, еденге төсейтін нәрселердің барлығы алынған. Мына бөлмеде де жайлы тұр. Мұнан кейін басқаша екен. Міне мынандай. Нонза деген білмедім. Бәлкім жуынатын бөлмеге шығар. Жоқ, жуынатын бөлмеге емес. Затқа шығарды ойлаймын. Ас бөлме дейді ғой, қазақша айтқанда. Кухня дейді. Соған шығарды ойлаймын. Мынау енді коридор дейді. Коридорға шығар. Дәліз қазақша. Соған арналған болу керек. Мынау білмеймін, бұл қай бөлмеге арналған, кішкентай бөлменің біреуіне арналған. Солай болу керек. Яғни үйге кіруге аз қалды. Жақындап келатыр. Мына бөлменің кілем өзінде екен. Значит, ана бөлмедегі кілем мына бөлменің кілемі болғаны. Мына жақта кілем жоқ шығар, соныкі болу керек. Жоқ, мына жақтікінің өзінің кілемі бар екен. Значит, жаңағы қаяқтың кілемі екен. Кухняның екен. Кухняның кішар онда жаңағы кілем. Ан жерде бүктеліп отырған кілем. Осындай хабарлар. Сонымен видеоны осы жерден аяқтаймын. Егерде видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Енді лайк басуға келетін болса, егерде лайк басқыңыз келмесе, дизлайк баса беріңіздер. Видеоға өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар, яғни комментарийға. YouTube каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.